Қонаевқа 24 километр қалды. Орталық саябақ Торнадо. Батып маңырап жатпаймыз ба? Суы тасып кетіпті, Қапшағайдың суы. Газ басып жатыр. Сілкіп жатыр машина. Ошибкаларды өшірейік. Істеп бензин насостарын күйіп кетіп, менен көріп жүрмеңдер. Бензин насостың дауысы кетті, общем. Бензин насос демалдырып қойық. Ассалаумағалейкум жігіттер. Жігіттер, короче, бүгін эксперимент жасайын деп отыр. Ол қандай эксперимент десеңіздер, короче, 1000 теңгемен бензин құямыз. Сол 1000 теңгелік бензинмен қанша километр жүреміз, соны тексереміз. Және де осы 1000 теңгеге газ құямыз. Сол газбен қанша километр жүреміз, соны тексереміз. Ал жігіттер, каналға тіркеліп жазылып, видеоның соңына дейін көріңіздер, қызық болайын деп тұр. Пробегіміз 418.432. Қазір бізде газ жоқ, газ бітіп тұр. Сол 1000 теңгеге газ құямыз да, қанша километр жүреміз, соны есептейміз. Бензинмен 1000 теңгемен қанша жүреміз, газбен 1000 теңгемен қанша жүреміз, сол туралы есептейміз. Қазір газды қарасаңыздар, газды қостым, газға ауысты, газ жоқ ішінде. Қазір газға келдік. 1000 теңгеге осы жерден газ құйып аламыз да, дальше ұрамыз. Ал мұны құдай қаласа, пробегіміз 418.434 болып тұр. Қапшағайский трассаға шықтық. Сағат примерно 3:49 болып тұр. Газымыз пока что өшіп тұр. Газ қосамыз газды. Газды қостық. 1000 теңгелік газбен қанша километр жүретінімізді эксперимент жасаймыз. Қазір бүйтеміз да, нөлге қоямыз. Ал енді бисмилля, көрейік газбен, 1000 теңгелік газбен қанша километр жүретінімізді. Бұны примерно Заречныйға келдік. Құдай қаласа 40 километр болды. Қапшағайский мосттан Заречныйға дейін примерно 41-42 километр шығады екен. Беріп келе жатырмыз. Бары қарай Талдықорғанға өтіп кетеміз. Әлі қосылып тұр, не? Газ қосылып тұр әлі. Мұны құдай қаласа Қонаев қаласына келдік. Қонаев деген қала. 4-24 кетті. Қонаевқа кіріп келе жатырмыз. 54 километр жүрдік. 1000 теңгенің газымен. Осы жер ұнайды, Қонаевтың бар. Кіреберісінде кольцода тұрған жер бар. Түнге қарай әдемі болып жанады осы жер. Қаласына кеп қалдық, құдай қаласа. 55 километр жүрдік. Ішін бір көрсетіп қайтайын, ә? Мұны қараш, кіре берісінде әдемі. Қонаев атамыздың фотосы тұр. Кірдік Қонаевқа. Ішінде жүрміз, центрында. Осы жер ұнайды ма? Әдемі. Әдемі каруселдер тұрды. Качала. Отырып, түнге қарай качанып отырсың. Әдемі. Алдында
әдемі екен мына саябақтар. Почта деп почта. Қапшағай көлінің қақ ортасында келе жатырмыз. Екі таудың ортасында. Анау скала деген демалыс бар. Осы жерге келіп демалсаңдар болады. Бақанастың мостынан разворот жасап қайтып келе жатырмыз. 77 километр болды. Газымыз әлі қосылып отыр. Сағат 4:51 болды. Беріп әлі келе жатырмыз. Талдықорған жақтан Қонаев қаласына кіре берісінде осындай Тұлпар деген ретро салон бар. Ретро автомобильдер сатады. Ой, сатады деппін ғой, ішінде бар да. Музей сияқты келіп көрсеңдер болады. Ескі машиналар, әскери техникалар дейді. Золотые руно. Торнадо. Монтана дейді. Нақтада торнадо деген бар екен. Құрсын жарнамалап жүрген жоқпын. Келіп ойнап жүрмеңдір. Мұны құда қаласа жігіттер 100 километр болды. 1000 теңгеге құйған газымызбен әлі жүрміз. Примерно 12,5 литр құйылды ғой. Короче, Алматыдан шықтық, Қапшағайский мосттан келіп Қапшағайға келдік. Қапшағайдың ішін аралап, ары қарай өтіп кетіп, мұны газымыз әлі шиқылдаған жоқ. Қосылып тұр әлі. Қапшағайдан ары қарай өтіп кетіп, Бақанастың мостынан разворот жасап, қазір келе жатырмыз обратно қалаға қарай. Яғни солға қарай бұрылып, Жетігенге қарай, үйге қарай қайтамыз. Беріп келе жатырмыз. Примерно 125-120 сондаймен келе жатырмыз. Себебі 130-ға барған кезде газ бензинге лақтырып жібереді. Сондай істеп қойғым. Ата газбен қаттай дей бересің да, газбен қаттайда болмайды, жігіттер. Қаттайдамаңдар. Моторларыңды күйдіресіңдер. 103 километр. Примерно мен бұрындары Таразға кетіп бара жатқан кезде полный бак газ құйсам, сонымен Таразға дейін кіретіммін. Мұны, короче, жігіттер, ауылға да келдік, Жетігенге. 116 километр болды. 1000 теңгенің газымен әлі жүрміз. Газ әлі шиқылдаған жоқ. Сағат 5-тен 18 кетті. Беріп жүрміз. Енді қайда барамыз дейсің ғой. Үйге де жақында болдық. Ары қарай Жетігеннен прямой өтіп кетеміз ғой деймін, соған қарағанда. Қазір көреміз, Құдай қаласа. Жетіген деген ауыл болған, қазір Алатау деген қала болды бұл. Өзіміздің сулпагымыз бар. Жетігенде өзіміздің мешіт бар деп қоясың ғой. Ана жерде Магнум бар. Жетігенский.
воскресенье келсеңдер, бұл Жетігенге ярмарка деген бар. Базар. Сұмдық арзан. Мұны магнум. Ей-ой, мынаның ішіндегі газды қалай таусымыз? Сол бұзық болып отыр. Тағы қанша километр жүрейін деп тұрмыз, а? Газбен 130 жүретін болсақ, тағы да бір 12 километр барып қайтатын жер керек болып тұр ғой маған. 130-ға дейін өшу керек негізі. 12,5 литр құйылды ғой 1000 теңгеге. Ар кетсе 130 жүретін шығар деп ойлап отырмын. Жүз 20 километр болды. Жетігеннен дальше өтіп кетіп бара жатырмыз. Жетігеннің сырт жағына. 5-тен 23 кетті. Газ әлі бітетін түрі жоқ, мына газдың бар ғой. Газ пока бітпейтін сияқты мына газ. 126 километр болды. Жетігеннен прямой өтіп кеттік. Қапшағайдың келесі бетіне барамыз, Құдай қаласа. Мына жақпен прямой жүре берсең, Қапшағайдың келесі бетіне барып шомылуға болады. Бірақ бұл жақта Қапшағайдан қымбат сұрайды бұяқтікілер. Машина басына 2000 теңгеден бас сұрайды. Қапшағайдан қанша 300 теңге ме еді? Каждый машинаны парковкаға алатын. — 27 километр болды. Әлі кетіп баратырмыз. Короче, бітір алмай атыр. 1000 теңгенің газым бар ғой жігіттер. 130 километр жүріп тастадық уже. Николаевка, отдых, рыбалка дейді. Уже сол жаққа келіп алдық қой. Мына уже Қапшағайдың келесі беті басталды. Мына газы әлі біткен жоқ. 130 километр жүріп тастадым уже. Сағат 5-тен 31 кетті. Мына жақта да су тасып отыр екен ғой. Қапшағай. Қапшағайдың суына. Батып қаламыз ба, батпаймыз ба жүрсек? Батып маңырап жатпаймыз ба? Суы тасып кетіпті, Қапшағайдың суы. Бай-бай. Жүреміз ба ары қарай? Қапшағайдың ортасына күмпет ағамайық. Короче, осы жерден артқа қайтамыз жігіттер. 131 километр болды. 532. Газ әлі біткен жоқ. Періп келе жатырмыз. О, ана жақта қазба не жүр ана жақта? Бір нәрсе жүр. Қазба аққу ма? Аққу жүрмейтін шығар бұл жақта. Ана жақта мына сиырлар жайылып жүр. Короче, 132 километр болды. Қайтадан Жетігенге қарай қайтып бара жатырмыз. 536. Газ әлі қосылып тұр. Құдай қаласа Жетігенге жетеміз дегенше бітетін шығар. Короче, басып отырып айдап бітіру керек болып жүр. Бағанадан бері 125-120 мен ұрып келатырмын. Сонда да бітпей келатыр. Бітетін уақытысы болып еді уже. Примерно 9 литр жиын деп тұр ғой. Короче, жігіттер 150 километр болған кезде шеқылдады. Әйтеуір дегенде 150 километр жүріп тастады ғой. 552 анаш маргайт етіп қалды. Қосам, кішкене жүрем, тағы шеқылдайды.
қостым. Қазір міне. Шиқылдамай қалды. Короче, шиқылдамай қалды. Бағана шиқылдап тоқтаған етін. Біткен етін. Қазір шиқылдауы мүмкін. Ішінде қалады ғой, ішінде. Шиқылдады. Короче, газ жоқ. Разгон алған кезде бітті. Газ примерно 1000 теңгенің газымен 150 километр жүрдік қой. 110-120 ұстап отыр. 553 150 километр. Мына 418-де 585 газ бітті. Газ полный бак газ құямыз қазір. Короче, міне бензин бітті. 418.740 пробег болды. Отырмыз нарада. Машина оталып тұр. Сағат 9-дан 35 кетті. Короче, газбен оталып тұр бұл. Газбен жүріп тұр. Газдың бір жақсы жері осы да. Бензинің бітіп қалса, газбен періп жүре бересің. Міне. Газбен тұр. Полный бак газ бар. Міне өшіреміз. Газды өшірдік. Қостық. Газды да өшіріп түсеміз. Енді бензинмен оталады газ. Ошибкаларды құртып тастайық. Міне. Өшіп қалды. Бензин жоқ ішінде. Оталмайды, короче. Бензин нөлге апарып тастадық. Бұны қайталамаңдар енді. Бензин насостарыңды күйдіресіңдер. Короче, оталмайды машина. Бұны оталдыру үшін бетесін газды қосасың да. Газды басып тұрасың да. Оталдырасың. Бензиндерің бітіп қалса, естіп газбен оталдырып алуға болады. Бірінші себебі, бензинмен оталады ғой. Сөйтіп кішкене машина қызғаннан соң газға ауысады. Ал егер бензиндерің мүлде бітіп қалса, осылай оталдырып алуға болады, короче. Газдың бір жақсы жері осы да, бензинің бітіп қалса, газбен періп жүре бересің. Құдай қаласа, қазір 1000 теңгеге бензин құямыз да. 1000 теңгелік бензинмен қанша километр жүретінімізді көреміз. Ал, бисмиллах, кеттік. 938. Міне, құдай қаласа, заправкаға келдік. 205 теңге екен. 92 құямыз. 9-дан 41 минут кетті. Ё-май, жігіттер. Короче, 1000 теңгеге почти 5 литр құйылады екен ғой. Паталық. 1000 теңгеге бензин құйып көрмегелі қай заман. Даже бензиннің өзін анда-санда бір құямыз. 5 литрмен қанша километр жүреді деп ойлайсыңдар? Алдын ала жазып кетсеңдер комментарияға. Ал, короче, жігіттер, Крестен шықтық. Құдай қаласа, жолда келе жатырмыз. Қазір бензинге ауыстырамыз. Газбен жүрміз бағанадан бері. 12-ден 25 кетті.
Газбен жүрміз, газды өшіреміз. Өшірдік газды, бензинге ауысты. Құдай қаласа ішінде 5 литр бензин бар. 1000 теңгеге 5 литр бензин құйғанбыз. Сонымен қанша километр жүреміз, соны тексереміз. Эксперимент деп қоясың ғой. Қапшағай жаққа қарай береміз қазір. Қапшағайский трассаға шығарып. Бір 120, 110, 100 сондаймен жүріп отырамыз ғой, примерно. Кеше газбен де солай жүргенбіз. Газға 1000 теңгеге құйдық, 12,5 литр газ құйылды. 150 километр жүрдік. Ал бензин, 5 литр бензин құйылды. Онымен қанша километр жүретінімізді көреміз қазір. Хотя бы енді 75 литр, 75 километр жүретін шығармыз деп ойлап отырмын енді. Екі палычка бар әлі, қызыл жамбады. Әлі поворотқа келдік. Келе жатырмыз. Газ өшіп тұр. 110, 120 мен келе жатырмыз. Екіден 43 минут кетті. Келіп барады машинаның бәрі. Примерно 30 километрдей жүрдік. Бір палычка қалды. Қызыл жанды, короче, келе жатырмыз әлі. Жетіген поворотынан өтіп кеттік. 12-ден 49 кетті. Газ өшіп тұр. Беріп келе жатырмыз. Қапшағайдан разворот жасап, аяқ жағынан қайтадан қайтып бара жатырмыз. 60 километр болды, 5 литрмен келе жатқанымызға. Газ қосылып тұрған жоқ. Бірден 12 минут кетті. Жетігенге дейін барымыз. Жетігенге дейін примерно 30 километрдей. 30 километр жетем екен. 90 жүріп кетсек потолок болайын деп тұр ғой. Короче, бітті şimdi бензин почти 77-75 километрдей примерно жүрдік. Біткенде әлі біткен жоқ, машина өшкен жоқ. Ана екі петля тұрған, соның екеуі де кетті ғой, в общем. Қызыл жанып тұр. 3 километр жүрсек, примерно 75 километр жүргендей боламыз ғой, 5 литр бензинмен. Келе жатырмыз әлі. Заречныйдың мостынан өттік қой. Бірден 19 минут кетті. Газ әлі өшіп тұр. Тоқтаған кезде құдай қаласа көреміз. Беріп келе жатырмыз әлі. Газды бір қалып ұстап келе жатыр. Қатты басайын десем, өшейін деп келе жатқан сияқты что-то. Бір қалыпты, бір неде темпте ұстап келе жатыр. Қазір 100-ге түсірдім, әйтсе бана 126, 127 сондай мен келе жатқам. Бірақ бассам мініп кетіп баратыр. 110 жайлап басып келе жатырмын, в общем. Бір қалыпты айдап. Короче, жігіттер, 1000 теңгенің бензинімен әлі беріп келе жатырмыз. Бірден 26 минут кетті. Короче, жетігенге үй жаққа қарай қайтып келе жатырмыз. О, мына өзі артқа тартып отыр, тоқтайын деп отыр. Бітіп жатыр. Жүрмей жатыр машина.
примерно 85 километр жүрейін деп тұрмыз ғой. Короче, бітіп жатыр, тартпай жатыр надан ары қарай уже. Жайлап азайып жатыр. Накатпен келе жатыр почти. Құлады болды, в общем. Бітті, короче, жігіттер. Давай 1 километр жүр, хотя бы, ё-моё, жүрсейші 1 километр, 1 километр. О, міне, 90 болды, 85 километр жүрдік. Давай, жүр. Жүрмейді, короче, накатпен келе жатырмыз. Басылмайды, міне, газ басып жатырмын. Сілкіп жатыр машина өзі. Газ басып жатырмыз, тоқтадық, в общем. Жігіттер, бензин бітті, в общем. 85 километр жүрдік, 5 литр бензинмен. Қалай, это нормально или плохо? Газ жоқ. Бірден 27 минут кетті. 418.890 жүрдік. Кауат алдырып көрейік. Короче, вот алмайды, в общем. Ошибкаларды өшірейік. Короче, бензин бітті, жігіттер. 85 километр жүрдік, в общем, 5 литр бензинмен. Қалай, нормальный ма? Примерно 100-120 ұстап отырдық трассада. Газды қосасын, сөйтесің, басып тұрасың. Бензин біткен кезде сөйтесің да оталдырасың. Міне, газбен оталдырады. Енді болды. Газбен жүреміз. Үй жаққа жетіп аламыз, құдай қаласа. Бір жақын жерде заправкаға жетіп аламыз да, құдай қаласа. Бензин құйып қоямыз. Кеттік. Қалай, жігіттер? Осымен экспериментіміз бітті. 85 километр жүрдік, в общем. Бұл экспериментті қайталамаймыз, жігіттер. Себебі жолда қалып кетулерің мүмкін, или бензин насостарың істемей қалуы мүмкін. Істеп, бензин насостарың күйіп кетіп, менен көріп жүрмеңдер. Короче, жігіттер, мына дауыс шығып тұр ма? Бензин насостың дауысы. Ішінде бензин жоқ қой. Бітті ғой. Бензин насосты не істеп суырып тастаймыз. Себебі бензин насос күйуі мүмкін. Мынау бензин насостікі болу керек. Бензин насостікі болу керек. Осын суырып тастаймыз. Себебі біздікі газбен тұр ғой. Газбен оталып тұр. Арағама қоя саламыз. Бензин құямыз. Содан кейін, құдай қаласа, қайтып орнына салып қоямыз. Себебі газбен оталып тұрса да, бензин насос істеп тұрады да. Қазір бензин жоқ, ішінде холостой істеп тұр. Холостой істесе, не істеуі мүмкін? Бензин насос күйуі мүмкін. Міне, бензин насостың дауысы кетті, в общем. Бензин насосы демалдырып қойық. Қазір капотты жауып қоямыз. Сонымен көреміз. Бензин құйға, бензин әлі құйған жоқпын. Жігіттер, осымен біздің экспериментіміз аяқталды. Каналға тіркеліп, жазылып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып, достарыңызбен бөлісіп, және де Instagram, TikTok парақшаға өтіп, о жақта да өз ойларыңызды бөлісіп отырсаңыздар. Және де келесіде қандай видео түсірейік, сол туралы айта кетсеңіздер. Сау саламатты болыңыздар.